Hello everyone, welcome back to my English lesson. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Седола Нұргүл. Бүгінгі менің ағылшын сабағыма қош келдіңіздер. Және сабағымызға кіріспестен бұрын ең алдымен сервиту сәтін жасап жіберейік. Қазіргі көрсетілетін видеодағы іс-әрекеттерді қайталай отырып, көңіл күйімізді көтеруге тырысайық. And you should relax and get ready for today's topic. 4, 3, 2, 1. And today we're learning about present perfect tense. Бүгін біз present perfect шағын талайтын боламыз. So what exactly is present perfect and when do we use it? The present perfect tense describes actions that happened in the past but are still connected to the present moment. Яғни біз present perfect дегеніміз ол өткен шақта болған, бірақ қазірге дейін қазіргі шаққа қатысы бар іс-әрекеттерде қолданатын шақ. And when do we use it? We use present perfect for experience in life. Яғни, өмірде болған іс-әрекеттерге, өмірде болған біздің өмірде алған тәжірибелерімізге, өзіміздің жеткен жетістіктерімізге қолданамыз. And the recently finished actions, яғни, қазір ғана біткен іс-әрекеттерге, яғни оның результаты, нәтижесі қазіргі таңда белгілі, яғни ол іс-әрекеттің результаты қазіргі таңда белгілі, біз бәріміз білетіндей результат болған кезде қолданамыз. And actions that started in the past and continue now. Өткен шақта басталып, және қазіргі дейін жалғасып жатқан іс-әрекеттерде қолданамыз. Unfinished time periods, яғни әзірде бітпеген уақыт периодтарына, мысалы, this week, today, this year. Осы аптада, бүгін, немесе осы жылы деген секілді, осындай 4 ситуацияда қолданады екенбіз. Now let's look at the grammar. Біз қазір present perfect шағын желімдерде қалай қолдану керектігін көреміз. The first one, positive form. Subject plus has, have plus past participle. Яғни біз бірінші subject қолданамыз. Мысалы, I, he, she, they. Және одан кейін бар бізде көмекшестік has, have кетеді. Одан кейін бізде past participle, яғни етістіктің үшінші формасы. For example, she has visited London. Ол Лондонға барған. Яғни, бұл жерде біз жаңа айтып өткенде experience in life, яғни адамның өмірден алынған тәжірибесі. The second one, negative form. Subject plus has not, have not, and past participle. Яғни біз бірінші subject қолданамыз, одан кейін бізде has not және have not. Қысқартылған кезде hasn't және haven't. Одан кейін бізде міндетті түрде етістіктің үшінші шағы. I haven't seen this movie. Мен бұл фильмді көрмегенмін. Бұл бізде тағы да experience in life. And the last one, questions. Have, has plus subject plus past participle. Көріп отырғандарыңыздай, бізде have, has көмекші етістігі subject'ің алдына шығып кетеді. Біз сұрақ құрастырған кезде have, has'ды бірінші қолданамыз. For example, have you ever visited Italy? Сен Италияға барып көргенсің бе? Бұл жерде де біз адамның тәжірибесі жайында сұрап тұрмыз, яғни experience-ті сұрап тұрмыз. Және біз сұрақ қойған кезде сонымен қатар негатив форманы қолдана аламыз. Ол үшін біз have, has
subject және сол кезде біз notты қосамыз. Яғни haven't, hasn't деп бірге қолданбаймыз. Have, одан кейін subject, одан кейін not, одан кейін барып бізде міндетті түрде етістіктің үшінші формасы. So here are more examples to help you understand. The first one, I have visited Italy. Мен Италияға барғанмын. Яғни біз бұл жерде I subject болады, have бізде көмекші етістік, одан кейін бізде visited етістіктің үшінші жағы. Және одан кейін барып біз object қолданамыз. Яғни Italy бізде object. Мен Италияға барғанмын. Бұл бізде experience in life. Менің өмірімде алған тәжірибем. Мен Италияға барғанмын. Ол менде өмірімде болған тәжірибе, менің жетістігім. The second one, he hasn't seen that movie yet. Ол бұл фильмді әлі көрмеген. Яғни, бірінші бізде жаңағыдай he subject, has not, және одан кейін seen бізде етістіктің үшінші жағы. Және одан кейін барып бізде етістік, одан кейін барып бізде сөйлем етеді. That movie yet, яғни әлі деген сөзді білдіреді. Бізде yet, егер сөйлемде yet тұратын болса, ол көбінде present perfect дегенді білдіреді. He hasn't that movie yet. And she has never eaten sushi. She has never eaten sushi. Яғни бұл жерде біз she subject, has көмекшісік, одан кейін never дейтін бізде тағы да көмекші сөз келеді. Бұл бізде ешқашан деген білдіреді. Яғни ол ешқашан суши жеп көрмеген. Бұл бізде тағы да experience in life. Яғни ол суши жеп көрмеген. Оның тәжірибесінде ол нәрсе болмаған. Келесі, have you ever watched a scary movie? Сен қорқынышты фильм көргенсің бе? Бұл жерде де біз experience сұрап тұрмыз, яғни адамның тәжірибесі жайында. Сен көргенсің бе? Ол сен тәжірибеңде болған ба деген секілді. Have you ever? Ever деген бізде тоже көмекші сөз. Яғни ever сенде болған ба деген секілді. Көбінде осы experience сұраған кезде қолданамыз. Тура жаңағыдай біз грамматикаға have көмекші етістік алдына кетеді, одан кейін бізде subject, одан кейін watch деген етістіктің үшінші жағы. And the last one, they have already finished their project. Олар өздерінің проекттерін уже бітірді. Бізде бұл жерде already деген тағы да көмекші сөз, ол уже дегенді білдіреді. Яғни қазір ғана немесе уже бітіп қойған деген секілді іс әрекеттерде қолданамыз. They plus have plus finished. And now let's play our first game, sentence shuffle. You must arrange the words to make a correct present perfect sentence. Біз қазір жаңағы білімімізді бекіту үшін алғашқы ойынымызды ойнайтын боламыз. Сіздер осы жерде тұрған 4 шатасқан сөйлемді дұрыс формасында қоюларыңыз керек. Видеоны қатырып, алдымен өздеріңіз орындаңыздар, ал біз бастаймыз. The first one, have you ever seen a scary movie? Яғни бізде дұрыс жауабы, have you ever seen a scary movie болады. Яғни сен қорқынышты фильм көргенсің бе? Бұл жерде біз тәжірибе. Яғни бізде have бірінші кетеді. Сұрақ қойған кезде біз көмекші етістікті алдына жібереміз. Одан кейін бізде subject, одан кейін көмекші сөз ever. Одан кейін етістіктің үшінші жағы. And the second one, have you eaten breakfast yet? Сен таңғы асты іштің бе? Яғни біз бұл жерде have бірінші алдына кетеді, жаңа айтқандай, және одан кейін subject, одан кейін verb 3. Яғни етістіктің үшінші формасы. The third one, has she finished her homework? Ол өзінің үй жұмысын бітірді ме? Яғни бұл жерде тура жаңағыдай көмекші етістік алдына кетеді, одан кейін subject, одан кейін етістіктің үшінші жағы. And the last one, has he done his project? Ол өзінің проектін бітірді ме? Яғни бұл жерде біз жаңағыдай has көмекші етістік алдына кетеді, одан кейін бізде subject, одан кейін done деген етістіктің үшінші жағы. Егер сіз осы 4 сөйлемді дұрыс құрастырған болсаңыз, менің жаңағы айтқан нәрселерімді дұрыс ұқтыңыз деген сөз. So, it's time for our memory challenge. I will show you 4 or 5 pictures for 20 seconds. You have only 20 seconds to look at it carefully and remember all the details. After that, I will hide the image and you must make the sentence
in the present perfect tense using the scenes from the pictures. Yani biz қазір тағы да бір ойын ойнайтын боламыз. Мен қазір сіздерге 4 немесе 5 сурет көрсетсем, сіздерде бар болған 20 секунд бар. Сіздер сол суреттерді жаттап, оларға детальдарын естеріңізде сақтап қалуларыңыз керек. Мен одан кейін ол суреттерді алып тастаймын. Сол кезде сіздер өздеріңіз сол суреттерді пайдалана отырып, present perfect шағында сөйлемдерін құрайсыздар. Және құраған сөйлемдеріңізді комментарийге жазып кетіңіздер. Now let's start. And also you have only 20 seconds, don't forget. So time is up. Сіздер жаңағы құрған сөйлемдеріңізді комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал біз қазір осы өтіп жатқан білімімізді бекіту үшін соңғы ойынымызды ойнайтын боламыз. Осы экранда тұрған QR кодты сканерлеп, өздеріңіз ойнап көріңіздер. Және соңында тестті тоже комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Now let's finish with a quick summary. So present perfect used for past experience, achievements, and change over time. Біз present perfect'ті өзіміздің өмірімізден алған тәжірибелерімізге, жетістіктерімізге қолданамыз. Және сонымен қатар өткен шақта басталып, қазіргі шаққа қатысы бар, қазіргі шақта нәтижесі бар іс-әрекеттерге де қолданамыз. And don't remember formulas. The positive form subject plus has, have plus past participle. The negative form subject plus has not, have not plus past participle. And question form have, has, and the subject and past participle. Яғни біз осы формуланы ұмытпауымыз керек. Осы формула арқылы біз present perfect сөйлемін дұрыс құрастыратын боламыз. Және ұмытпайтынымыз тағы да past participle қолданамыз. Яғни әрқашанда етістіктің үшінші жағын қолданамыз. And question for you, what have you done today that you are proud of? Share your answer in the comments. So thank you for watching and see you in the next lesson. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің түсіндірген сабағым сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.